Сәлем баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен бірге лимоннан жасалған печенье жасаймын. Видеоны бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен посудысымызға 2 жұмыртқа мен майымызды салып, блендермен осылай жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне қантымызды қосамыз. Енді оған ұсақталған лимонның қабығын қосамыз. Одан кейін лимонның сығылған суын құямыз. Одан кейін онымыздың үстіне разрыхлителерімізді салып, қалыпты қамыр илеп аламыз. Міне біздің қамырымыз осындай болуы керек. Енді біз оны бөліктерге бөліп, кішкентай 20 грамнан алақанымызбен домалақтап аламыз. Міне осылай домалақтап алған қамырымызды сахарный пудраға видеодағыдай етіп, бір рет аунатып аласыздар да формаларыңызға саласыздар. Одан кейін 180 градуста 20 минутқа қойып, пісіріп аламыз. Міне біздің лимонный печеньеміз осындай әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Каналымның дамуына аз да болса үлестеріңізді қосып, тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.